Қазақ даласында ықылым замандарда дәрігер болмаған, бірақ емшілер мен сыншылардың болғаны әмбек аян. Бала кезімде жүкті әйелдің ішіндегі баланы бәкісімен бөлшектеп алып шыққан емші жайлы әңгімені естіген едім. Ол кезде бала болдық қой. Кейін сол қариялардың көз жұмарын, айтылған әңгімелердің өзімізге керек боларын ол кезде білмеппіз. Біздің ауылда Үсенбай деген қария болды. Ол кісі шөптің мыңдаған түрін жатқа білетін адам болатын. Бірақ сол біліммен бөліспей кетті. Соны арамдықпен істеді дейсіз бе? Қызықтаған жан болмаған соң шөбін теріп жүре берді де. Балапан басына, тұрымтай тұсына кеткен заман еді ғой ол кездер. Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомыз әр қазағым ауырмасын, дендері сау болсын деген мақсатта түсірілген болатын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Қазақ жерінің асты да үсті де бай. Қойнауы қазынаға толы өлкенің жері де шырайлы. Жалпы емдік шөп дегеніміз білгенге ем, білмегенге у дүние ғой. Оның мөлшерін қай кезде пайдалану керектігін дөп басу керексіз. Қолымызға түскен ақпаратқа сенсек, Қазақ даласында 500-ден астам емдік шөп бар деседі. Енді сол шөптердің біразына тоқтала кетейік. Қалақай. Бұл түкті өсімдік. Түктерінің түбінде сөлдер болады. Адам денесіне жанасса, әлгі түктер сынып, ішіндегі улы сөл шашырайды. Бұл сөл тері қабатын күйдірердей әсер береді. Халық арасында қалақай шақты деген түсінік осыдан туса керек. Ертедегі қазақтар жылан шаққан кездерде жараның аузына жас қалақай жапырағын таңған екен. Сондай-ақ қалақай жапырағын теріге шыққан сүйел ауруларына да пайдаланған. Қалақай қосылған дәрілерді диабетпен ауырғанда ішсе, кептірілген жапырағынан жасалған қайнатпаларды қақырық түсіру және асқазанды тазарту мақсатында ішеді. Құлмақ. Бұл өсімдікті пивогүл деп атайтындарды да кездестіргенмін. Сыра мен квас өндірісінде кеңінен қолданатын өсімдік болса керек. Халық медицинасында құлмақты тамаққа тәбеті тартпай қалған жандарға берген. Бауыр аурулары мен жүйке жүйелері сыр берген кезде де құлмақ қайнатпасын ішкен екен. Дәрі жасау үшін оның аналық күл шоғыры толық ашылып тұрған кезде жинап алады. Итмұрын. Тау етегінде өсетін өсімдік. Бала кезімізде текенек бұталарының арасына кіріп кеткен бұзауларды жыларман болып әрең шығаратынбыз. Сондай кездерде адамға бір пайдасы жоқ осындай өсімдікті нешін жаратты екен деп күйінетінімізді несіне жасырайын. Күйінбей қайтесің. Қышқыл дәмді жемісін сүйсініп жейде алмайсың. Адам үшін пайдалы өсімдік екенін қайдан білейік. Сол итмұрындардың гүлінен шай, жемісінен дәрі-дәрмек жасалатын болып шықты. Медицинада негізінен асқазан мен бауыр ауруларына қарсы ем ретінде қолданады. Тұмау тиген кезде итмұрынды шай сияқты қайнатып ішсеңіз, асқазаныңыз с дәруменімен байытылады. Мия. Кей өңірлерде есек мия деп атайды. Біздің аймақта есек ұстамайтындықтан есектің бұл шөпке қандай қатысы барын білмеппіз. Білетінім өте өміршең өсімдік. Тұқымы топырақ бетінде 1-2 жыл жатып қалса да өз күшін жоймайды. Осы мияның қызыл мия деген түрі бар. Бұл өсімдік Қытай мен Тибет медицинасында сұранысқа ие. Бұл 1 жылдық шөп емес. Медицинада 3-4 жылдық қызыл мияның тамыры қолданады. Себебі осы уақыт аралығында тамыр өзіне барлық қажетті құнарды жинап алады және толысады екен. Бала кезімізде өсіп тұрған мияны жұлып алып бір-бірімізді сабалап ойнаушы едік. Сол кезде кейбір мияның тамыры кәдімгідей сәбіздей жуан болатынын байқайтынбыз. Сөйтсек бір-бірімізді жай ғана шөппен емес, ақшамен сабап жүргенбіз ғой. Жусан. Жусанды білмейтін қазақ жоқ шығар. Осыдан 4-5 жыл бұрын Егемен Қазақстан газетіне ақш-тың Калифорния штатындағы ғалымдар өсімдіктің бір тәулікке жетпейтін уақыт аралығында
өкпе рагы жасушаларының 98%-ын түпкілікті жойып жібере алатын қасиетке ие екендігін анықтады. Ежелгі гректер спорт ойындарынан жеңіп шыққан жеңімпаздарға сыйлығы ретінде жусан шырынын ішкізеді екен. Қазақстанда жусанның 20 шақты түрі өседі. Олардың ішінде азықтық және дәрілік қасиеттер жағынан қара жусан, бөрте жусан және құм жусаны шығырдың маңызы өте зор. Қымыздық. Аға әпкелеріміз қымыздықтың жапырағын шайнап, қышқылынан ләззат алып отыратын. Сөйтсек, оның жапырағында калий тұзы, сондай-ақ белок, темір және көп мөлшерде с дәрумені бар екен. Қымыздық бауыр қызметін реттеуге, қан тоқтату мақсатында өт қызметіне көп пайдасын тигізетін өсімдік. Мінекей, біздің елімізде осындай керемет өсімдіктер өседі. Ал біз білмейтін өсімдіктер қаншама. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.